Сәлем, достар. Бүгін біз көпшіліктің сүйікті тәттісі шоколад туралы әңгіме қозғаймыз. Күн сайын миллиондаған адам бір тілім шоколад жеп, өзіне зиян ба, әлде пайдасы бар ма деп сұрақ қояды. Бір кусок шоколадтың өзі ағзаға әсер ете ме? Шоколад шынымен де көңіл күйді көтере ме? Бүгін осының бәріне ғылыми дәлелдермен жауап береміз. Видеоны соңына дейін көріңіз, қызықты болады. Бір бөлім – шоколадтың пайдасы. Біріншіден, шоколадтың пайдасы жоқ емес. Әсіресе қара шоколад 70 және одан жоғары какао пайдалы заттарға бай. 1. Көңіл күйді жақсартады. Шоколад құрамында серотонин мен эндорфин бөлуге әсер ететін заттар бар. Олар адамға қуаныш, жайлылық сезімін береді. Сондықтан шоколад жегенде көңіліміз көтеріліп, күйзелістен арылатындай боламыз. 2. Антиоксиданттарға бай. Қара шоколадта антиоксиданттар өте көп. Олар ағзаны ерте қартаюдан, жасушаларды бұзатын зиянды еркін радикалдардан қорғайды. 3. Жүрекке пайдалы. Кейбір зерттеулерге сәйкес аз мөлшерде қара шоколад жүрек қан тамырларының жұмысын жақсартып, қан қысымын реттеуге көмектеседі. 4. Ми қызметін жақсартады. Флавоноидтар мидың қан айналымын жақсартып, есте сақтау қабілетін күшейтеді. Емтихан алдында немесе жұмыс істегенде кішкентай бір тілім шоколад пайдалы болуы мүмкін. Екі бөлім – шоколадтың зияны. Алайда бәрі бір тіліммен шектелмейді, иә. 1. Қант пен майдың көп мөлшері. Көптеген сүтті шоколад түрлері қантқа, транс майларға, қоспаларға толы. Бұл заттар семіздікке, диабетке, жүрек ауруларына әкелуі мүмкін. Тіпті бір кусок қана жеймін десеңіз де, егер бұл әдетке айналса, зиянсыз емес. 2. Тәуелділік. Шоколад аздап тәуелділік тудыратын өнімдердің бірі. Жеген сайын ми тағы да керек деп, оны жиі сұрай бастайды. 3. Терінің нашарлауы. Шоколад құрамындағы сүт пен қант кейбір адамдарда бетке безеу шығару, терінің майлануы секілді кері әсерлер тудырады. 4. Асқазанға ауыр болуы мүмкін. Кейбір адамдарға, әсіресе ашқарынға шоколад жеу асқазан қышқылын көбейтіп, қыжылды тудыруы мүмкін. 3 бөлім – бір кусок шоколад не істей алады? Енді негізгі сұраққа келейік, жай ғана бір кусок шоколад ағзаға қалай әсер етеді? Егер бұл қара шоколад болса, психологиялық жағынан босаңсытады, ми қызметін белсендіреді. Егер сүтті немесе тәтті шоколад болса, қандағы қантты уақытша көтеріп, энергия береді, бірақ артынша шаршау сезімі туындауы мүмкін. Ал күн сайын бір кусок деп жүріп, аз дегеніміз көпке айналса, зияны жиналып, ағзаға кері әсер етеді. Қорытынды. Сонымен достар, шоколад дұрыстап мөлшермен жесеңіз пайдалы. Бірақ артық кетсе, зияны басым. Әсіресе сүтті және қантты шоколад түрлерінен абай болу керек. Мүмкіндігінше таза қара шоколадты таңдап, күніне 1-2 кішкене бөліктен асырмаңыз. Егер сізге бұл видео пайдалы болса, лайк басып жазылып кетіңіз. Келесі видеода денсаулыққа пайдалы немесе зиянды өнімдер туралы тағы да әңгіме жалғастырамыз. Егер ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылып, жақындарыңызбен осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар.